Халқымыздың ежелден келе жатқан салт дәстүрі көп. Оның бәріне терең үңілсең үлкен мән мағына көресің. Салт дәстүр, ырым-тыйымдар қазақтың болмысымен, тұрмысымен біте қайнасып кеткен. Және өскелең ұрпақты, ғазиз адам баласын жамандықтан қорғап, жақсылыққа бағыттайтын мәнге ие. Бүгін сондай бір дәстүрге тоқталмақпыз. Бесікке бөлу дәстүрі қайдан шықты? Бос бесікті неге тербетпейді? Міне осы дәстүрдің отбасы хрестоматиясының салт дәстүр сөйлейді атты кітабындағы тарихын назарларыңызға ұсынамыз. Бесік Айырқалпақ Айдахар бидің заманында дүниеге келген деседі. Ол кезде ұлан байтақ даланы Низам баб қорғайды екен. Қара қытайлар Сарыарқаның кеңдігіне қызығып, жиі шабуыл жасап отырады. Бірақ Низам бабқа шамасы жетпей, үнемі жеңіліс табады екен. Низам баб ағаш егуді, бау-бақша жасауды кәсіп етеді. Жұрт ағаштың пірі Низам баб деп атайды. Аңызда Жетісу мен Алтай өңіріндегі Ну орман Низам бабтың еккен ағашынан шыққан деседі. Ол 150 жыл жасап қайтыс болыпты. Бабтың дүниеден қайтқанын естіген қытайлар бір күнде келіп, оның орманын өртеп жібереді. Бұл кезде Низамның баласы Айдахар алыста жүр екен. Әкесі түсінде аян беріп, пейілі тар қаскүнем менің орманымды өртеді дейді. Айдахар би ертесіне жетіп келеді. Орман түгелімен жанып кетіпті. Тек бірлі жарын тобылғының қисық бұтақтары ғана аман қалған екен. Айдахар әкесіне құран бағыштап, қисық ағаштарды өзімен бірге ала кетеді. Бір күні Айдахардың сәбиі Уанбай жылай беріпті. Әйелі екеуі не істерін білмей қиналады. Емші тәуіптерді жағаласа да, баласы жұбанбайды. Би қатты сасады. Қызының жылағанына шыдай алмай, далаға шығып кетеді, Құдайдан медет тілейді. Бір уақытта қызының дыбысы шықпай қалады. Бір нәрсе болды ма екен деп үйге жүгіріп келсе, қызының жанында ақ киімді кісі отырады. Ол жанбай қалған тобылғының қисық бұтағына бөпені салып тербетіп отыр екен. Айдахар жақындағанда көзден ғайып болады. Би мұны Құдайдан келген ишарат деп түсінеді. Түнімен қисық ағаштарды құрастырып отырып, бесікті жасап шығады. Сәбиін соған салғанда ол жұбанып, тәтті ұйқының құшағында тербелген екен. Бесіктің пайда болуы аңызда осылай баяндалады. Бесік ең алғаш тобылғыдан жасалғандықтан, ол қасиетті ағаштардың біріне айналыпты. Одан бесік, қамшы, ыдыс-аяқтар жасапты. Бесікті отқа жақпа, аяқасты етпе, қадірлеп ұста деген ырымдар осыдан кейін шыға бастаған екен. Тобылғы бесікте тербелген сәби, арыстандай топ жарады, жолбарыстай жол тосады деп ырымдайды. Бос тұрған бесікке ібіліс баласын салып қояды екен. Бос бесікті тербеткен шайтанның баласын тербеткенмен бірдей. Сондықтан бос бесікті тербетпе деп тыйым етеді. Ібілістің баласы бос бесікте жасырынып жатады екен. Сәбиді бөлер кезде отпен аластамаса, жасырынып жатқан шайтан баланың ішінен нұқи береді. Содан сәби іші ауырады. Мазасы қашады. Сондықтан бөпені бесікке бөлерде аршамен, адыраспанмен болмаса 7 шыртымен аластаған жөн деген дәстүр шығыпты. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз.